ұйымдастырып отырған осы психологиялық әдемілік тақырыбында жиналысыма қош келдіңіздер. Қазір сіздерге айна деген ойын жаттығу ұйымдастырғым келеді. Соған тек қол көтеру арқылы жауап берсеңіздер, сұрақ қоямын. Бүгін таңертең немесе бүгін қазіргі жиналысқа келетін кезде онан алдын айнаға қарадыңыздар ма? Қол көтеру. Рахмет. Айнаға қарап жымидыңыздар ма? Рахмет. Өздеріңізге жымиып деп айттыңыздар ма? Бүгінгі күнім сәтті өтеді деп. Рахмет. Ал қазір бір-біріңізге қарап соны жымиып, сіздің бүгінгі күніңіз керемет өтті деп бір-біріңізге мотивация бересіз. Бір-біріңізге қарап жақсы, рахмет. Сіздерге қазір мына жерге тілек ағашының тілек бұрышы тұр. Сол жерден өзіңізге ұнаған түсті таңдап, соның ортасында тілек бар, тілекті оқып, жаңағы түс бойынша топқа бөлініп отырсаңыздар. Бір-бір көбеліктен алсаңыздар. Ала беріңіздер, әркім өз алсын. Сарылар сары түске, қызылдар қызыл түске, көктер күл түске. Топқа отырсаңыздар. Бұл бала тап-таза дүниеге қазір келді. Осыны сіздердің міндеттеріңіз, осыны жақсы қасиетке толтыру, адамгершілік өздеріңіз білесіздер, бояу, көзін салу, осыны осы өмірге жаңадан алып келесіздер сіздер. Осы толтырасыздар. Түсінікті ма, тапсырма? Барлықтарыңызды бір тапсырма. Söylemeye aklına jaya әркім өзі идеясы болады, баланың. Апайлар, 5 минут бірінші ең адам бойында болу адалдық Болды, уақыт бітті. Уақытты анатом. Рахмет. Ал енді қайсы топ қорғауға дайын? Барлықтарың шыға беріп Ұстап тұрады, қорғайды. Сіз айтасыз, папа? Біз қыздың бейнесін салды. Қызға өзіміздің тілегімізді жаздық. Біздің қыз Айсұлу, сен сұлусың, кереметсің, осы өмірде сен бақытты бол, беттен көрін деп тілегімізді жаздық. Қызымызға алтын сырғамызды тақтық, әшекейін тақтық, барынша тырыстық қызға ұқсатуға. Бояндырдық. Болашақ жарқын болсын, тек бек шыңға жете
беріңіз деп Айсұлуға тілек жаздық. Тілегін. Аты Айсұлу. Енді сіздерге сұрақ, осы баланы жаңа өмір жолын бастауға қиындық тудырды ма? Жоқ. Қиын ма? Жоқ па? Жеңіл болды ма? Жеңіл болды. Жақсы отырып қойыңыздар. Келесі. Көп шығамыз дейді. Ол қандай қасиеті бар? Айтып Біздің топ болып жасағанымыз бейнесі, яғни біздің әдептілік, әдемілік. Біз ер баланың, ұл баланың бейнесін жасадық. Себебі қазақ халқында шаңырақтың иесі ұл бала. Жалпы тәрбие тал бесіктен басталады. Барлығымыз ата-ана болғандықтан біз жүрегіне, мына жерде міне күннің нұры шашырап тұр. Яғни ішінде, жүрегінің ішінде әдепті, арлы, тәрбиелі, жауапты, мейірімді, қамқор, және де білімді, ақылды, яғни болашағынан зор үміт күтетін баланың бейнесін жасап шығардық. Жақсы, енді сіздерге сұрақ. Осы баланы толықтыра отырып, өз балаларыңызбен салыстырып отырыңыздар ма? Әрине, жасап отырған кезде, мысалы, менде өз баламның бойындағы қасиеттерді барлық ата-ана көрді. Салыстырып, жасадыңыздар. Жақсы, рахмет. Біздің топқа берілген сурет, біз ер баланың суретін жасадық. Суретті салу барысында біз кәдімгі ер баланың бейнесін сомдадық деп ойлаймын. Біз оған қосымша тілектер тіледік, өзіміздің әрқайсымыздың жүректен шыққан біздің тілектерімізді білдірдік. Жақсы, рахмет. Сіздерге сұрақ. Қандай сұрақ болса екен? Осы баланы толықтырып, жаңа көңілдеріңіз сізде шықты ма баланы толықтырғаныңыз? Шықты. Иә, шықты. Қай жерінен? Бәріміз көйлесіп. Толыққанды 12 мүшесі сау баланың бейнесін келтіруге тырысты. Яғни көзі, құлағы, қолы, барлығы бар полноценный адам. Рахмет. Отыра алыңыздар. Мен қосындай тілектерім осы тапсырманы берген себебі әр ата-ана, үйдегі ата-ана баланың мейірімділікке, жақтауға, көркем мінезді болуға, тәрбиелеуге үйрететін үйдегі ата-ана. А мектепте біз соны тәрбиелеп білім алуға үйретеміз. Ұстаздар. Сол себептен ата-ана біз деп, сіздер бірлесіп жұмыс жасауымыз қажет екенбіз. Ата-ана тек қана педагогтарға, жаңағы ұстаздарға жаңағы тәрбиені баланы атып қоя беруге қажет жоқ екен. Жас адамдар көп болсын. Кереміз қайда, қолсыздарымызды киреміз қайда, күн табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда, мейірім қайда, иман
өткізген психологиялық тренингіңіз бізге өте қатты ұнады. Көңіліміз көтеріліп жақсы болып қалды. Өте жақсы. Мына суретті салғанда баламызды есімізге алып отырып, осыған осы баланың мінез құлқын есімізге алып, осы қыз баламызды сөйтіп отырып суретін салдық. Сізге рахмет. Өте күшті, керемет, жақсы тренинг болды. Көп рахмет. Еңбегіңізге творчестволық табыс тілейміз. Бүгінгі әдептілік, әдемілік тақырыбындағы өткен тренинг өте жақсы болды. Бізге ата-аналармен, бір-бірімізбен сөйлесіп, өз ойымызды бөлісе отырып жасадық. Жалпы әдептілік, әдемілік тақырыбында жаңа бейнені жасаған кезде де, басқа жұмыстар жасаған кезде де баланың мектеппен ата-ана, мұғалім, оқушы, мектеп, ата-ана барлығы бірігіп қана барлық табысқа, жетістікке жететінін көрдік. Рахмет сізге. Бүгінгі бізге ата-аналарға өткізген тренинг бізге өте қатты ұнады. Мектеп пен ата-ананың ара қатынасын, яғни бұл өмірде психологияның да пайдасын барлығын біз осы жиналыста жақсы түсіне білдік. Біз тағы да осы тренингтен білгеніміз, біз баламызға қандай тәлім тәрбие беріп жатырмыз, болашақта қандай болғанын қалаймыз, осыны қағазға түсіру арқылы өзімізге кішкене ой түйдік. Рахмет.